Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Бүгінде Ыбырайлар мен Ахметтердің жолын жалғап отырған номер 144 орта мектептің жұмыс жасап тұрғанына 100 жыл толып отыр. Бұл қазіргі таңда менің білім алып отырған білім ошағым. Ендеше бәріміз бірге шолу жасайық. Бұл мектептің тарихы өте тереңде. Себебі 1928 жылы бұл мектеп алғаш қазақ орта мектебі болып ашылса, қазірде Сақтар Төлеген Әлжіков атындағы номер 144 мектеп атағын алып отыр. Бұл менің атам. Дұрыс. Бұл менің атам, бұл мектептің ардагер ұстаздарының бірі. Жалпы ол ғана емес, бұл мектепте ұлы ғұлама ғалымдар мен ардагер ұстаздар шыққан. Қызылорда облысына және Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткерлер өте көп. Али бала, жоқ едік осы. Дені саудың жаны сау демекші, көріп тұрғандарыңыздай менің артымда дене шынықтыру сабағы жүріп жатыр. Біздің мектептің қызықтары бұнымен шектелмейді, ендеше бәріміз бірге кеттік. Ас адамның арқауы демекші. Қазір біз мектеп асханасында тұрмыз. Бұл мектеп асханасында дәрумендерге бай пайдалы тағамдар оқушыларға ұсынылады. Бүгінде 1278 оқушы осы асханадан тамақтанып отыр. Біз мектеп директорының бейіндесі жөніндегі орынбасары Төлегенова Гүлнұр апайдың кабинетінің алдында тұрмыз. Ендеше бір-екі сұрақ қойып, сұхбат алып жүрейік. Апай, кіруге рұқсат па? Саламатсыз ба, Гүлнұр апай? Саламатсыздар. Апай, сізге бір-екі сұрақ қойып жүрсек. Тыңдап тұрмын. Осы жылдағы оқушылардың алдыңғы жылға қарағанда жетістіктері, яғни олимпиадалардан орындары қаншалықты көтерілді және ол орындарға сіздің көңіліңіз тола ма? Өте маңызды сұрақ. Былтырғы оқу жылмен салыстырғанда биыл мектебіміздің осы олимпиадалық ғылыми жоба бағытындағы, яғни дарынды оқушылардың жетістіктері көңіл қуантады. Неге десеңіз, біріншіден кеше ғана өзіміз мектепте үлкен жұлдызды шеру өткіздік қой, сонда басымдық бердік. Былтырға қарағанда биылғы оқу жылында математикалық жаратылыстану бағытындағы пәндерден оқушылардың олимпиадалық жетістігі және жеңімпаздардың үлесі артып отыр. Бұл деген өте көңіл қуантады. Былтырғы оқу жылында барлық олимпиаданың жүлдегерлер саны 37 болса, биыл 41-ге көтеріліп отырмыз. Бұл да біздің білім сапасының әлдеқайда белгілі бір деңгейге көтерілгендігінің дәлелі. Рахмет апай, жауабыңыз қанағаттанарлық болды. Енді барынша бұдан да көп жетістіктердің жетуіне тілектеспіз. Жақсы, сау болыңыз апай. Рахмет. Оқушыларға сөз жолдаймыз. Құрметті жас азаматтар, еліміздің болашақтары, барлықтарыңызға әр күнді бос өткізбей, әр сәтті бос өткізбей, өз болашақтарыңыздың кірпішін сапалы қалаудың жолында нақты мақсат, айқын бағдармен жұмыс жасауға шақырамын. Болашақ білімді ұрпақтың қолында, әрине ол сіздердің қолдарыңызда, сіздердің қолдарыңыздан келмейтін нәрсе жоқ. Үлкен қамалдың егесі болуларыңызға тілектеспін. Үлкен рахмет апай, жақсы сау болыңыз. Мектептеңіз кеме сал демекші, саналы ұрпақтың болашағы ең алғаш осы мектеп қабырғаларынан бастау алады. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған мен Айдынұлы Нұркемел.